Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шашлик самсаның рецептісін ұсынатын боламын. Жасалу оңай әрі тез дайын болады. Менімен бірге болыңыздар. Дайын қатпарлы қамырдан пайдаланатын боламын. Осы қамырды 3 бөлікке бөліп алып, кішкентай зуалалар жасайтын боламыз. Қамырыңызды өлшеп алсаңыздар да болады, немесе көз мөлшермен бөле берсеңіздер де болады. Зуала жасаған кезде кішкентай жақсылап дөп-дөңгелек етіп жасаймыз, себебі жаюға өте ыңғайлы болу керек. Дөп-дөңгелек осылай барлығын жасап шығамыз. Ендігі кезекте фарш менде 300 грамм. Енді соған пиязымызды қосып, ұсақтап турап, тұзымызды, бұрышымызды қосатын боламыз. Дәмдеуіштер өзіңіздің талғамыңызға қарай қоссаңыздар болады, немесе тұз бен қара бұрыштың өзі де жеткілікті болады. Бір жарым шай қасық тұз салып жатырмын, және жарты шай қасық қара бұрыш. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын тұрған қамырымызды ұн себе отырып жайып аламыз. Өте қатты қалың да емес, жұқа да емес, орташа көлемде жайып аламыз. Жайылған қамырларымызға бір ас қасықтан салмамызды салып түйетін боламыз. Түйгенде мұқият болыңыздар, суы шырыны шығып кетпейтіндей жақсылап түйіңіздер. Сол кезде пісу барысында шырыны шықпайтын болады, яғни самсалардың пісу барысында шырыны сыртқа шығып кетпеу үшін жақсылап түйу маңызды, және де астыңғы бөлігін өте қатты жұқа да емес, қалың да емес түйіп алсаңыздар, барлығы біркелкі пісетін болады. Қызып тұрған пешімізде 230 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осындай таяқшаларымызға орналастыра отырып. Жасалу өте оңай, тез дайын болады. Енді осы самсаларымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Сүт араластырып жақсаңыздар да болады, немесе жұмыртқаның сары уызын жақсаңыздар да болады. Осының үстіне күнжітімізді сеуіп, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Қалған бөліктерінде дәл сол реттілікті сақтай отырып, қамырымызды жайып, салмасын салып, түйіп дайындап қоямыз. Тек бір ескеретін жайт, самсамыз пісіп, екінші самсаны салатын кезде таяқшаларымызға орналастырған жөн. Себебі алдын ала бәрін дайындап қойсақ, таяқшалардың орнынан жаңағы самсамыздың, яғни салманың шырыны ағып кетуі мүмкін. Сондықтан осыны ескерсеңіздер. Барлығын осылай дайындап аламыз. Бірінші самсамыз пісіп жатыр. Енді осылай шпажкаларымызға кіргізіп алатын боламыз, орналастырып. Балдарға да, отбасыңызға да керемет ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей алғашқы самсаларымыз дайын болды. Пешімізді қызартып, астыңғы және үстіңгі бөлігін бірдей жаға отырып пісіріп алыңыздар, сонда тегіс пісетін болады. Қалған бөліктерінде дәл осы реттілікті сақтай отырып пісіріп алатын боламыз. Жасалу өте оңай, дәмді әрі тез дайын болатын бұл самсаны сіздер де жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантыңыздар. Мінекей осындай түсі де, иісі де керемет бұрқырап шығатын бұл самса барлығына ұнайды деген сенімдемін. Салмасының өзі сондай сулы, сондай дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Рецептім ұнаса, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.